4 қазанға арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып естіп отыру үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сол кезде сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып, комментарий қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты күн сәтті болады және алаңдаушылық туғызбайды. Жұлдыздар сізге көптеген істерде қолдау көрсетеді, қиын істерді жеңуге және көптен күткен мақсаттарға жетуге көмектеседі. Жұмыс кездесулері жақсы өтеді, ескі байланыстарды нығайтып, жаңа одақтастар таба аласыз. Күннің бірінші жартысында сіз жаңа нәрсе білуіңіз мүмкін немесе жұмысыңызға пайдалы ақпарат алуыңыз мүмкін. Кейінірек бейресми жағдайда қарым-қатынас пен кездесулер үшін қолайлы уақыт келеді. Сіз жақсылық күтпеген адамдар сізді қуантады. Жанжалдасып қалған адамдармен татуласуға мүмкіндік туады. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Ұнаса, лайк басуды да ұмытпаңыз. Торпақ. Тым жемісті болмаса да, сізді қызықты және жағымды күн күтіп тұр. Қолға алған ісіңіздің барлығы дер кезінде орындала бермейді. Дегенмен елеулі қиындықтардан қорқудың қажеті жоқ. Үйде де, жұмыста да кейде келіспеушіліктер туындауы мүмкін. Бірақ біз ұсақ түйектер туралы сөйлесеміз, біз бәріне қолайлы шешімді тез таба аламыз. Болашақ туралы ойлаған жөн, әдемі жерлер нақты жоспарлармен ауыстырылады. Сонымен қатар, сіздің жоспарларыңызды жүзеге асыруға кім көмектесетіні белгілі болады. Ойыңызды жақын адамдарыңызбен бөлісіңіз, олар керемет кеңестер беретін шығар. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Ұнаса, лайк басуды да ұмытпаңыз. Егіздер, күннің басы сәтті болады. Бұл жаңа істерді бастау үшін тамаша уақыт. Сіз оларда қалай табысқа жетуге болатынын тез түсінесіз, өзіңізді шаршатпай, қалаған нәтижеге қол жеткізесіз. Тапқырлық пен байқағыштық бұрын сізді де, айналаңыздағыларды да толғандырған мәселелерді шешуге көмектеседі. Күннің екінші жартысы демалуға және жаныңызға жақын адамдармен қарым-қатынас жасауға қолайлы. Романтикалық кездесулер сізді қуантады және сүйіктіңізбен жай ғана сөйлесу жақсы болады. Мүмкін сізде жақын арада жүзеге асыруға көңіл бөлгіңіз келетін жалпы жоспарларыңыз болуы мүмкін. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Ұнаса, лайк басуды да ұмытпаңыз. Шаян ештеңені ұзақ уақытқа қалдырмауға тырысыңыз. Күннің бірінші жартысы өте қолайлы болады. Осы уақытта сіз көптеген мәселелерде тамаша нәтижелерге қол жеткізе аласыз. Сәттілік батыл бастамалармен бірге жүреді. Қажет болса, көмекшілерді тез табасыз. Тіпті басқалардың жарты жолда тастап, жетістікке жетуден үмітін үзгенімен, сіз тамаша жеңесіз. Кейінірек қиындықтар туындауы мүмкін. Бақытымызға орай, олар уақытша болады. Егер сіз табанды болсаңыз, сіз бәрін жеңесіз. Қорытындылар мен шешімдерге асықпау маңызды. Жағдайды түсіну үшін сізге әдеттегіден сәл көбірек уақыт қажет. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Ұнаса, лайк басуды да ұмытпаңыз. Арыстан, маңызды шешімдерді жылдам қабылдамауыңыз керек, немесе бәрін дұрыс ойламай, жоспарларды түбегейлі өзгертуіңіз керек. Егер сіз шоғырлануды, дәлдікті және егжей-тегжейге назар аударуды қажет ететін істермен айналысқыңыз келсе, олар көп уақытты қажет ететінін есте сақтаңыз. Дегенмен, оң үрдістердің әсері айтарлықтай күшті болады. Бұл әсіресе қаржы секторында байқалатын болады. Сәтті транзакциялар және күтпеген және өте маңызды ақшалай түсімдер болуы мүмкін. Кеш отбасылық іс-шараларға және жақын адамдармен қарым-қатынасқа қолайлы. Келіспеушіліктер мен дауларға себеп болмайды. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Ұнаса, лайк басуды да ұмытпаңыз. Бекеш, күн жақсы басталмауы мүмкін. Келіспеушілік, болмашы түсініспеушілік, көңіл күйді бұзатын оқиғалар болуы мүмкін. Бірақ барлық мәселелер уақытша болады. Жақында оң үрдістердің әсері күшейеді. Сіз өмірдің барлық салаларында жақсы жаққа қарай өзгерістерді байқайсыз. Күннің екінші жартысы сізді қызықты ұсыныстармен қуантады.
Интуиция сізге олармен келісу керек екенін айтады, және бұл қате болмайды. Жақында сізді жиі тепе-теңдікті бұзған адаммен қарым-қатынасыңыз айтарлықтай жақсы жаққа өзгеруі мүмкін. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Ұнаса, лайк басуды да ұмытпаңыз. Таразы, тым сенім артпаңыз. Сіз алған кез келген ақпаратты мұқият тексеруге тырысыңыз, және сіздің жанашырлығыңызды табуға тырысатын адамдардан сақ болыңыз. Кіріс ұсыныстармен келісу үшін асықпаңыз, тіпті олар перспективалы болып көрінсе де, алдымен сізге көбірек ақпарат жинау керек. Отбасында жағымды оқиғалар және жақын адамдармен қарым-қатынаста жақсы өзгерістер болуы мүмкін. Сіз өзіңізге ұнайтын адамдармен тез ортақ тіл табасыз. Күннің соңында жаңа жоспарлар пайда болуы мүмкін. Оларды жүзеге асыруға ұзақ мерзімді одақтастар көмектеседі. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Ұнаса, лайк басуды да ұмытпаңыз. Саршаян күн қолайлы болады. Егер сіз оны шындап қабылдасаңыз, сіз кез келген нәрсені жақсы орындайсыз. Ұзақ уақыт бұрын жинақталған тәжірибе қателіктерден аулақ болуға және қажетті нәтижеге тез жетуге көмектеседі. Сондай-ақ өзіңізге де, жақындарыңызға да көптеген қолайсыздықтар әкелген мәселені шешуге мүмкіндік аласыз. Ақшаға қатысты барлық нәрседе сәттілік болады. Қаржылық мәселелер шешімін табады. Кейбір ескі қарыздар сізге қайтарылуы немесе бұрын атқарылған жұмыстың ақысын алуы мүмкін. Күтпеген бағалы сыйлықтар да болуы мүмкін. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Ұнаса, лайк басуды да ұмытпаңыз. Мерген күннің басталуы жағымды, бірақ шатастырылатын болады. Сіз нақты мақсаттарға қалай жетуге болатынын немесе әрекет етуді ойлағыңыз келмейді. Армандар мен қиялдарға еру әлдеқайда қызықты. Дегенмен көп ұзамай сіз практикалық көңіл-күйге бейімделіп әрекет ете бастайсыз. Айтпақшы, жақын жерде көмек пен қолдау сұрайтын адамдар болады. Түсте біраз күрделі ұйымдастыру мәселелерін шешіп, бұрыннан туындаған мәселелермен айналыса аласыз. Ескі достарыңыздың кеңестерін тыңдаған жөн. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Ұнаса, лайк басуды да ұмытпаңыз. Тәуешкі бұл өте қарқынды болады және жаңа міндеттер әкелетіні сөзсіз. Сіз олармен мүмкіндігінше жақсы күресуге тырысасыз және сіз жетістікке жетесіз. Сіз барлық мәселелерге байыпты қарайсыз, сондықтан сіз ештеңені назардан тыс қалдырмайсыз. Іскерлік кездесулер, жаңа жұмыс немесе ықтимал ынтымақтастық туралы келіссөздер жақсы өтеді. Мүмкін қолма-қол ақша түсімдері. Сірә, олар кішкентай болады, бірақ бәрібір сізге жағымды сатып алулар жасауға мүмкіндік береді. Күннің екінші жартысы саяхатқа немесе жаңа маршрут бойынша серуендеуге қолайлы. Қоршаған ортаны өзгерту сіз үшін өте пайдалы болады. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Ұнаса, лайк басуды да ұмытпаңыз. Су құйғыш күн ең оңай және өте шаршағыш болмайды. Сіз күткеннен де көп нәрсені істеу керек болады және назар аударуды қажет ететін барлық нәрсені жеңу үшін жоспарларды өзгертуге тура келеді. Ескі достар кейбір нәрселерде көмектесе алады, бірақ сіз ең маңызды мәселелерді өзіңіз шешуіңіз керек. Сізге көп жұмыс істеу керек болады, бірақ күш-жігер бекер болмайды. Сіз тамаша нәтижелерге қол жеткізесіз. Бұл күн оқуға және ақпарат жинауға қолайлы. Бүгінгі алған білім жақын болашақта пайдалы болатыны сөзсіз. Кейбір су құйғыштарға ескі хоббиді есте сақтау пайдалы болады. Мүмкін сіз оны табыс көзіне қалай айналдыруға болатынын анықтай аласыз. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Ұнаса, лайк басуды да ұмытпаңыз. Балықтар, күннің бірінші жартысында ойларыңызды жинақтау қиынға соғады, әрі табандылық танытуды қаламайсыз. Сондықтан осы уақытта бастаған істеріңіз аяқталмай қалуы мүмкін. Бұл уақытты кішігірім мәселелерді шешуге, қажетті нәтижеге тез жетуге мүмкіндік беретін нәрсеге назар аударған дұрыс. Күннің екінші жартысы мүлде басқаша оқиғалы және жемісті болады. Ол оқуға ыңғайлы, өйткені сіз ұшқанда көп нәрсені аласыз.
Сондай-ақ ескі достарды көру өте пайдалы болады. Олар сізге қызықты және пайдалы нәрсе айтып беруі мүмкін. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Ұнаса, лайк басуды да ұмытпаңыз.